Мен қазір Алматы қалалық сотында тұрмын. Мен аты-жөнім Еркін Рақсов, режиссермін. Бұл жерде Нұр Отан партиясы бір топ қоғам белсенділерін сотқа берген. Біздің ар намысымызды аяққа таптады деп. Сол үшін олардан қоғам белсенділерден бірнеше миллион теңге талап етіп отыр. Сол бойынша сот процесі жүріп жатыр. Мен қазір ғана залдан шықтым. Зал үлкен болғанымен, бірақ ол жерге негізінен Нұр Отандықтарды отырғызып қойған. Қоғам белсенділеріне бір 10 шақты ғана орын бөлінді. Оның өзінде де көпшілігі кіре алмай далада тұр. Осы жерде аудиторияда тұр. Енді мына жерде мынандай сұрақ туындайды. Нұр Отанда қандай ар намыс бар деген? Иә. Әділетсіз қоғамда қандай әділдік болады? Қандай әділ сот болады? Мына жерде отырған соттардың барлығы Нұр Отанның мүшелері. Және олар түсінікті жайт, олар Нұр Отанның мүддесін қорғап, Нұр Отан мына сотты жеңіп шығады. Бірақ ар соттан олар қашып құтыла алмайды. 30 жыл бойы Нұр Отандықтар бізді алдап келді. 30 жыл бойы ұлттың алдындағы жауапкершілікті ұмытып, көп бояушылыққа негізделген сауатсыз экономикалық саясат жүргізді. Байлығымызды оң-солды шашты, ұрлады, тонады. Мақтанып, дарақыланып, ешкімге қажет жоқ түрлі форумдар, конференциялар, эксполар өткізді. Иә, мәңгілік ел боламыз деді. Ойбай, Кувейтке жетіп, Кувейттен асып кетеміз деді. Бірақ оның бәрі өтірік. Иә. Гүлденіп, нұрланып кетеміз деді. Бірақ нұрланып та, байып та, гүлденіп жатқан өздері, Нұр Отанның басшылары, қарапайым халық күнін әрен көріп, кредитке өмір сүруде. Жұмыссыздық жайлаған. Неге жұмыссыздық жайлаған? Себебі бірде-бір өндіріс орын жоқ, кәсіпорын жоқ. Тек қана алып сату мен ұрлыққа жасалынған мына жүйе экономикасы бұлардың. Иә, ұят, айтуға ұят. Біз нәскиді Монғолиядан аламыз. Іш киімдерді Қырғыздан сатып аламыз. Қайда біздің байлық? Ата-бабаларымыздан аманат болып қалған пәленбай жердің асты байлық қайда? Бәрін Нұр Отандықтар ұрлап, тонап, жеп жатыр. Ашуланып кеттім, маған дауыс төмендетіп жатыр. Жарайды, төмендерді айтатын тағы да нәрсе. Мына сот тарихта қалатын сот деп мен ойлаймын. Мен жаңа сот залынан шықтым. Нұр Отандықтар қоғам белсенділері сотқа беріп жатқанмен, ана жерде Нұр Отандықтар соттап жатыр. Себебі 30 жыл бойы Нұр Отан қазақ халқына қарсы қасірет әкелді. Қазақ халқын осындай аянышты қайыршының күйіне жеткізді. Соның бәрі ана залда айтылып жатыр. Бұл сот Нұр Отан қоғам белсенділерін берем деген сот болғанымен, мынау енді Нұр Отан соттайтын соттардың бастамасы болады. Бұлар әлі 30 жыл бойы халыққа жасаған қиянат үшін жауап беретін болады. Барлық қылмыстар үшін жауап беретін болады. Және Нұр Отанның бүкіл басшылығы түрмеге отыратын болады. Біз осыны жасаймыз.